Миғраж Хазіреті пайғамбардың Ережеп айының 27-ші жұлдызында Аллахпен жүздесуі. Осы оқиға болған түнді Миғраж түні дейді. Рухтың Аллахқа қарай көтерілуін Миғраж дейді. Миғражда түсу көтерілу ұғымы да бар. Хазіреті адам жер жүзіне түсірілсе, Хазіреті Мұхаммед көкке көтерілген. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Пайғамбарымыз Исра және Миғраж оқиғасын милади 621 жылы Режеп айының 26-сынан 27-сіне өтер түнде дүйсенбіде басынан өткерді. Бұл Меккеден Мединеге хижрат етуден 18 ай бұрын болған еді. Кейінірек жыл сайын бұл түнді шын иман, ықылас және қосымша нәпіл ғибадаттармен атап өткізу мұсылмандар үшін дәстүрге айналды. Бұл түні не істеу керек? Пайғамбарымызға көптеп салауат айту, жасаған қателіктеріміз бен күнәларымыз үшін жаратушы Алладан кешірім тілеу, намаз оқу, намазды жамағатпен оқыған және өткізіп алған намаздардың орнын толтырған дұрыс. Анас бин Малик риуаят еткен хадисте Алла елшісі былай деген: Рәжәб айында ерекше бір түн бар. Ол айдың 27-ші түні. Бұл түні құлшылық қылған адамның алар сауабы 100 жыл құлшылық қылған адамның алатын сауабымен тең. Кімде-кім 12 ракат намаз оқып, Фатихадан соң бір сүре оқып, әрбір екінші ракаттан соң сәлем беріп, 100 рет мына дұғаны: Субханаллах, вәлхамдулиллах, вә ла илаха иллаллах, Аллаху әкбар оқып, 100 рет астағфирулла деп, соңынан ассалату вәссәләму әлейка, я Расулаллах деп салауат айтып, өмір мен жұмысына береке сұрап, сол күні күндіз ораза тұтса, Алла оның күнәларын кешіреді. Құран оқу, қайтыс болған кісілерді зиярат етіп, олар үшін дұға ету, мұқтаж жандарға көмек көрсету, бұл түннің қасиеті мен маңыздылығы жайлы жақындарға, достар мен балаларыңызға айту артықтық етпейді кететін бір жайт. Барлық ғибадаттарды, дұғаларды шын ниетпен, ықыласпен орындаған дұрыс. Миғраж түнде пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Меккедегі Әл-Харам мешітінен Құдыстағы Әл-Ақса мешітіне бір сәтте Исра жасады. Түнгі сапар арабтарда Исра деп аталады. Одан Миғражға, яғни 7 қат көкке көтеріліп, дүниеден өткен барлық пайғамбарлармен кездесті. Үнемі құлшылықта жүретін періштелермен жолықты. Құдіретті жаратушымыздың түрлі белгі аяттарын көріп, онымен тілдесті. 5 уақыт намаз осы түнде парыз етілді. Алла тағала 7 пайғамбарға Миғражды сыйлаған. Олар Адам, Ыдырыс, Ибрахим, Мұса, Жүніс, Иса және Мұхаммед пайғамбарлар. Әрқайсысының Миғражы әр түрлі болған. Соның ішінде соңғы пайғамбар Хазірет Мұхаммедтің Миғражы ерекше өткен. Исра және Миғраж оқиғасы пайғамбарлықтың 10-шы жылы, яғни ислам тарихын айға толы жыл деп аталған кезде жүзеге асты. Сол жылы пайғамбарымыздың үлкен ұлы Қасым шетінен, соңынан екінші ұлы Абдулла да қайтыс болды. Бауыр еті балаларының арғы дүниеге көшуі Алла елшісіне оңайға соқпады. Қорғаушысы әрі аяулы ағасы Әбу Тәліп пен қадірлі жары Хадиша анамыз да осы кездерде дүние салды дегенмен, Миғраж Мұхаммед пайғамбарымыз үшін Алла тағала тарапынан үлкен жұбаныш әкелді. Үміт шамын қайта жақты. Мұхаммедтің ұлық мұғжизасы Исра және Миғраж оқиғасын барлық мұсылмандар үлкен нығмет әрі құрмет деп қабылдаулары тиіс. Мейірбан Алла тағала Ережеп пен Шағбан айларында дүние және дін істерімізге береке беріп, Рамазан айына аман есен жеткізсін.